Hoş geldinizler. Бүгін біз Кореяға саяхаттаймыз. Менімен саяхаттағыларыңыз келсе, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Оңтүстік Корея. Кей-поп, кей-драма, пластикалық ота, бет күтім косметикасы, рамен мен қуырылған тауықтың отаны. Мектеп кезінен дорамаларды көріп өскен мен кәріс дәстүрін жақсы білем деп ойлайтын. Алайда Кореяға келіп, өте қатты культурный шок болды менде. Толығырақ келесі бөлімдерде айтып түсіндіремін. Ең бірінші қызық ұшақта басталды. Әр жолаушыға берілетін журналда Корея әртістері өте көп мөлшерде косметика мен БАДыды жарнамалады. Бағасы қол жетімді болғандықтан такси жалдадық. Таксист тура Корей дорамаларындағы стереотипті ағатайларға ұқсайды. Тоқтаған отеліміз жақсы, бірақ завтрактары онша емес. Регистрацияны өтіп, тамақ ішуге кеттік. Кореяда халал тамақ жейтін адамға өте қиын. Сиыр еті біздікінен 10 есе қымбат болғандықтан көп жерде тауық етін жеуге тура келеді. Ануардың бұл жердің тамақтарынан көңілі қалған соншалық тек бургер жеп жүре берді. Кореяда дискриминацияның жаңа түрі лукизм дамып жатыр екен. Лукизм дегеніміз қоғамның адамға көзқарасы оның сыртқы дене бет пішініне байланысты болуы. Ол қысымды мен де Корей ұшағына отырғаннан бастап саяхатымыздың соңына дейін сезіп жүрдім. Әншейінде Қазақстанда боянбайтын мен осы жаққа келіп күнде боянатын болдым. Менің киіну стилім Корей стандарты бойынша стильнама деп ойладым. Мысалға, мына дәу билборд ота жасаушы клиниканың жарнамасы. Жалпы бұл нюанстарды санамағанда мен өзімді Корей дорамасында жүргендей сезіндім. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Біз мынандай не алып алдық. Боба ти сияқты местный күшті. Теңіздің жағасында отырып, шай ішіп, теңізге қарау өте жағымды болды. 뜨자마자 웃음이 나고 눈 뜨자마자 네 생각나고 눈 뜨자마자 내게 전화를 해. Түн батқан соң аяқ астынан біз тұрған район оживленный болып кетті. Бәр жерде шамдар жанып, жарық жанып. Сүйікті дорамаларымда андай корейский тәтелердің сататын тамағын көріп, конечно же, бұны жемей кетпеу керекпін деп шештім. Сол жерден жеген барлық тамағы маған ұнады. Әрі арзан, әрі тойымды. Местный корейцтар көптеп алып жатыр, үйіне алып жатыр. Бір өкінетім, токбокки жемедім сол жерден алып. Дәмі қандай? Сокбуйса храмына бару үшін біз 1,5 сағат автобуспен жүрдік, және де 1 сағаттай төбеге көтерілдік. Храмға жолды дұрыс таба алмай, екі кәріс ата әжесі бізге көмектесті. Сонда рахметіңізді айтып, қазақстанский шоколад берейік деп едік, алмай қойды. Храмнан кейін Ануар екеуміз Пусандағы
стеклянный мост көруге аттандық. Желдің қаттылығы соншалық мені ұшырып әкетеді деп қорықтым. Кешке қарай Ануар екеуміз Пусан қаласының түнгі көрінісін бақылауға телебашня орналасқан тауға көтерілдік. Бізді апарған таксист кісі түнде тауға шығып не жоғалттыңдар, қайталмай қаласыңдар, ол жерде такси болмайды деп айтты. Шынымен де қайтар жолда ешқандай такси біздің заказымызды қабылдамай қойды. Қуанышқа орай Ануар бір кәріс ағатаймен келісіп, ол кісі бізді тегін отелімізге дейін жеткізіп салуға келісті. Онымен қоймай, ол кісі әйгілі актер Коньюдың группаласы болып шықты. Келесі күні әйгілі Пусан-Сеул бағытындағы пойызға міндік. Ануар жол бойы бургер жеп барды. Сеулге аман-есен жеткен соң Ануар екеуміз келесі күні Кёнбоккун сарайына жол тарттық. Бұл сарай Чосон династиясының кезінде салынған ең ірі сарайлардың бірі. Оны 1394 жылы Корейдің жоғары лауазымды адамы Чон Доджон салған екен. Жалға Кореяның ұлттық ханбоктарын киіп бізде сарайға тарттық. Ladies and gentlemen, guard duty for Сарайдан кейін Ануар екеміз метроға отырып келесі жерімізге кеттік. Мёндон Сеулдің сауда жасайтын аймағы. Бұл жерде шетелдік орташа және лакшери сегментіндегі брендтер орналасқан. Мёндонда в основном сауда жасағандықтан түсіруге уақыт болмады. Келесі келген жеріміз менің сүйікті сериалым «Жігіттің сабаздары» дорамасының бір эпизоды түсірілген локация Намсан мұнарасы. Бұл жерде Ку Чөнпё Ким Чандиді ұзақ күтіп қатып қалады да Чанди екеуі Намсан мұнарасына қамалып қалады бір түнге. Назерка, что именно как будто будущее өмір сүріп жатқан сияқты. Да, менің комнаткам такой уютный. Есікті ашу үшін мына жерде бір нәрсе басу керек. Өзінің мына жерде тоққа тағатыны бар, главное. Сейф бар. Мына жерде стульчик жасауға болады, стол жасауға болады. Осылай стол шығады, астына стол екен ғой. Осымен Кореяға саяхатымыз аяқталды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.